Бұрынғы өткен заманда жақсылық жамандық атты екі адам болыпты. Бір күні жамандық жаяу жүріп келе жатса, артынан бір атты кісі жетіпті. Екеуі жөн сұрасып, қайда бара жатқандарын білісіпті. Ол келген жақсылық екен. Сонда жамандық тұрып, сен мені атыңа мінгестіре кетші депті. Олай болса, сен мына атқа мін де, біраз жер барып, атты байлада жаяу кет. Содан мен жетіп атпен біраз жер жүріп, саған тағы байлап кетермін. Сөйтіп баратын жерімізге кезек мініп жетейік. Екеуміз мінгессек, атқа қиын соғар депті. Содан жамандық атқа мініп алғаннан жақсылықты есіне алмастан кете барыпты. Жақсылық шаршап, ашығып, кешке жақын бір күркеге келеді. Ішіне кірсе, жан пенде жоқ, ортада үлкен қазан асулы тұр екен. Айдалада қайнап тұрған неғылған тамақ, дәм татайын деп, бір саусағының ұшын батырып, дәм татады да, күрке төбесіне шығып жатады. Бір уақытта қасқыр, түлкі, арыстан күркеге кіреді. Түлкі тамақты көре сала, ойбай, мына тамақты біреу жепті деп байбалам салады. Қасқыр мен арыстан екеуі, кім жеуші еді, адам келетін жер ма бұл жер деп жекіген соң, түлкі сөзді доғарып, үшеуі отырып әңгімеге кіріседі. Арыстан, қасқыр, түлкі үшеуі көрген білгендерін айтады. Арыстан мен қасқыр түлкіге: сен не көрдің, не естіп, не білдің дейді. Сонда түлкі тұрып: мен бір жерден алтын көрдім. Пәлен деген байдың қыстауындағы жаман қыстаудың ортасында, бір сүйем жердің астында бір құмыра алтынды күнде қарауылдап қайтамын дейді. Сонда қасқыр тұрып: мен де пәлен деген байдың қойының арасынан үлкен ала тоқтыны қарауылдап келемін. Себебі байдың ауырып жатқан бойжеткен қызы бар. Қандай ем қылса да жазылмайды, және оның емін ешкім білмейді. Бірақ мен білемін, ол қызды жазатын ала тоқты. Ала тоқтыны сойып, өкпесін жегізсе, қыз жазылады дейді. Тағы да ол бай жар салғаны бар. Кім-кім қызымды емдеп жазса, соған қызымды беремін деп. Бірақ оның емін ешкім тапқан жоқ, таба алмайды да дейді. Кезегі келген соң арыстан да: мен де күнде барып, түген байдың жылқысын жеп келемін. Ол бай мені ұстай алмайды, және маған оның ешбір жылқысы қуып жете алмайды дейді. Маған жететін бір-ақ тай бар, ол тай пәлен тоғайдағы жылқының ішінде дейді. Сол тайдан басқасынан мен құтылып кетемін дейді. Байдың жар салғаны бар. Кім-кім менің жылқымды жеп жүрген арыстанды ұстаса, соған бір үйір жылқымды беремін деп. Олар әңгімелерін аяқтап, ұйықтап қалады. Таңнан тұрып бет-бетімен кетеді. Жақсылық олардың барлық әңгімелерін естіп алып, емші болып байдың ауылына келеді. Бай оның түріне қарап, емші шығар деп жоғары шығарады. Жақсылық отырған соң бай: қызыма пал ашып бер дейді. Жақсылық қызға қарап: қызды босқа қинапсыңдар, әкел ана үлкен тоқтыны, бұның ауруы соның өкпесінде дейді. Бай дәреу қойшыларына тоқтыны алдыртады. Қызға қойдың өкпесін жегізіп, жазылған соң қызды өзі алады. Бұдан кейін жақсылық жаман қыстауға келіп, қораның ортасын қазып, бір құмыра алтынды шығарып алады. Енді арыстанның айтқан жеріне барады. Барса, бір бай арыстанды ұстай алмай жүр екен. Оны білген соң жақсылық: арыстанды ұстап берсе, сен маған не бересің дейді байға. Бай: егер ұстап берсең, бір үйір жылқымды беремін дейді. Жақсылық тоғайдағы жылқылардың ішінен ала тайды ұстап алып, арыстанды күтіп тұрады. Арыстан түнде жылқыны алып қаша бергенде,
Жақсылық әлгі таймен арыстанды қуып жетіп, ұрып жығып, байдың бір үйір жылқысын алады. Келген жолымен түсіп үйіне қайтады. Неше жыл, неше айлар өткенде жамандық келеді. Жақсылық жамандыққа қараса, қайыршы дуана секілді болып кеткен екен. Мен саған жамандық қыламын деп, осындай халге ұшырадым. Енді сен мені адам қыл дейді жамандық. Сен бұл мал-мүлікті қайдан таптың дейді. Сонда жақсылық, адам затысың ғой, жамандық істесең де мен саған жақсылық етейін деп, өзінің басынан кешкен оқиғаларын айтып береді. Пәлен төбеде күрке бар, сен соған жет, оның ішінде бір қазан асулы ет бар, бір саусағыңды тығып дәмін көр де, күркенің төбесіне шығып жат дейді. Содан түлкі, қасқыр, арыстан келеді. Сен солардың әңгімесін тыңдай бер. Олар кеткеннен кейін естіген сөздеріңді істесең, сен де осындай боласың дейді жақсылық. Жамандық жарайды дейді де, баяғы айтқан күркеге барып кіреді. Жақсылық айтпақшы, күркеге барып кірсе, үлкен бір қазан асулы тұр екен. Шыдай алмай етін жеп, сорпасынан да ұрттап алады да үйдің төбесіне шығып кетеді. Бір уақытта түлкі, қасқыр, арыстан үшеуі күркеге кіреді. Түлкі етті көре сала, ойбай, мына етті біреу жепті дейді. Оған арыстан мен қасқыр, кім жеуші еді, бұл жерге адам келуші ме еді деп көнбейді. Жоқ, бір нәрсе бар, мен түс көрейінші деп жата қалыпты. Аздан соң қайта тұрып, осы күрке үстіне шығайықшы, сонда бір пәле бар секілді депті. Арыстан мен қасқыр мақұлдап, түлкіні төбеге шығарса, жамандық жатыр екен. Үшеуі бас салып жамандықты жеп қояды. Жақсылығын мұрат мақсатына жетеді, ал жамандық жамандығынан ит құсқа жем болады.